Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, математика оқимын деген, математиканы үйренемін деген көрермендерім. Бүгін біз қысқаша көбейту формулаларын өтеміз және оларды қалай ашуға болатынын, оңай жолдарын және олар жалпы қай жерден шығатынын және не үшін керек екенін өтетін боламыз. Бастайық. Қысқаша көбейту формулалары. ККФ деп жазып қояйық. Ең оңайынан бастайық. А қосылған b-ның квадраты тең болады а қосылған b көбейтілген а қосылған b. Мына жақта біз а-ны а-ға, а-ны b-ға және b-ны а-ға және b-ны b-ға көбейтеміз. Нәтижесінде біз а квадрат қосылған а b қосылған а b қосылған b квадрат болады. Ол тең болады а квадрат қосылған 2ab қосылған b квадрат. Басын қаладық. Енді әрі қарай өте берейік. А минус b квадраты тең болады а минус b көбейтілген а минус b тең болады а квадрат минус, мына жақта дәл солай мынаны көбейтеміз. Нәтижесінде біз а көбейтілген минус болып біз минус аб-ны береді. Сондықтан а минус аб минус тағы да ба. Минус пен минусты көбейткен кезде бізде мынау екі минус қосылады да плюс болып қалады. Сондықтан қосылған деп жазамыз. Қосылған b квадрат болады а квадрат минус 2ab қосылған b квадрат. Және бізде тағы да бір формула а минус b а плюс b. Мына жақта дәл солай көбейтіп көрейік сол. На принцип а квадрат минус аб плюс мына жақта плюс минус b а қосылған b квадрат. Мынау екеуі, мына жақта минус, мынау екеуі жойылады да, нәтижесінде бізде а квадрат қосылған b квадрат қалады. Осылар оңай, базар жоқ. Квадраттарды былай жақшаға көбейтіп өте салуға болады. Но егер де мен сіздерге осының кубын немесе 4 дәрежесін немесе 5 дәрежесін беретін болсам, сіздер не істейсіздер? Жақшаға көбейтіп отырасыздар ма? Әлде мен сіздерге көрсететін бір потолок затты қолданасыздар ма? Бізде Паскаль пирамидасы деген тема бар. Ол атты бірінші рет естулеріңіз мүмкін, бірақ былай нақты бір жерде болсын көрген боларсыздар. Ол бізде 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 4, 6, 4, 1. Яғни бізде әрбір шеттен бір-бірден қосылып, мынау екеуі бізде 2-ні береді, мынау екеуі 3-ті береді, мынау екеуі 4-ті береді және мынау екеуі 6-ны береді. Және біз солай 0-ші дәрежені, 1-ші дәрежені, 2-ші дәрежені, 3-ші дәрежені, 4-ші дәрежені және солай шексіз кете беретін дәрежелер табуымыз оп-оңай болады. Яғни кеттік ал 3-ші дәрежеге. Кеттік. А қосылған b 3 дәрежесі тең болады а куб қосылған бізде ең бірінші айнымалының коэффициенті
Так, сонымен а куб өйткені бізде ең үлкен дәреже ол 3-ші дәреже. Сол себептен бізде а кубтан басталады. Және сосын қосылған келесі коэффициент бізде 3-ке тең. Сол себептен 3 а квадрат, себебі аның дәрежесі бара-бара кеми береді. Бір дәреже сайын. Қосылған б. Қосылған 3. Өйткені бізде келесі коэффициент 3-ке тең. 3а б квадрат қосылған б куб. Сонда бізде бүкіл формула осыған тең болады. Және бізде азайтуда а минус б кубы тең болады а куб минус 3а квадрат б плюс 3а б квадрат плюс а минус б куб. Бізде плюс минус плюс минус плюс минус деп ары қарай кете береді. Және жалпылама айтқанда, бұл не үшін біз мынаны өтіп отырмыз деген сұрақ туындаған кезде, біз өзіміздің математикамызды, өзіміздің математикалық есептерді шығару тәсілдерді неғұрлым оңайлату мақсатында ғана бұның бәрін қолданамыз. Бізде осыдан басқа мақсат жоқ. Бұл өте ыңғайлы болады. Әрі қарай мынаны үйренсек. Бізде бүкіл тақырып осымен аяқталды негізі. Но біз ары қарай шығарып отырайық. Себебі 8 минутты бітіріп салмыз керек. Мысалға, допустим, а квадрат қосылған 3аб қосылған б квадрат тең болады с дейік. Сонда біз қалай жаза аламыз? Біз а квадрат қосылған 2аб қосылған б квадрат тең болады с минус аб деп жаза аламыз. Ақыр соңында а қосылған бұның квадраты тең болады с минус аб деп жаза аламыз. Не үшін мен бұлай жаздым? Себебі сіздер осылайда болғанын көрулеріңіз үшін. Және сіздер болашақта осындай 3-ші, 4-ші дәрежелерді өткен кезде мынандай заттар, осындай түрлендірулер сізге болашақта міндетті түрде көмектесетін болады. Тағы да не айтайын. Большая часть осымен бітті негізі. Бірақ мен 8 минут толмады ма деп ойымдап тұрмын. Так. Болашақта тағы да осындай x минус x0 жақша ішінде қосылған y минус y0 тең болады r квадрат деген нені өтесіздер. Шеңбердің теңдеуін, яғни бізде осындай координаттар жазықтығы болады. Осындай бір шеңбер болады. Мұн жағы бізде r-ге тең. Ал мынау нүкте бізде x0 y0 нүктесі болады. Конкретно мен салған шеңбер ол бас нүктесінен өтеді. Сондықтан x квадрат қосылған y квадрат тең болады r квадрат деп жазылады. Осы шеңбердің теңдеуі. Жалпы осымен болды. Рахмет, сау болыңыздар. Көріскенше.